Салем достар, бүгін біз осында бүйрек нан жасайтын боламыз. Қамырын дайындау үшін разрыхлитель, тұз, айран, 2 жұмыртқа, ұн, қант. Осылардың барлығын араластырып, қамырын дайындап, 15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамыры дайын болғанша картошканы суға салып пісіріп дайындаймыз. Одан кейін пиязын майға қойып, тұзын бұрышын салғаннан кейін екеуін бірге картошканы араластырып салмасын дайындап қоямыз. 15 минуттан соң дайын болған қамырды жайып, осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Сосын ішіне осындай картошканы салып, тура видеодағыдай жасайтын боламыз.